Адал азамат мемлекет тірегі. Еңбекқорлық пен кәсібилік басты құндылықтардың бірі. Қыркүйектің соңғы жексенбісінде елімізде еңбек күні атап өтіледі. Бұл күні өз еңбегімен ел дамуына зор үлес қосқан жандарға құрмет көрсетіледі. Сондай-ақ мемлекет басшысы 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Бұл бастама жұмысшы мамандықтарының маңызын арттыруға, жастарды осы салаға тартуға және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрларды даярлауға бағытталған. Президент былтырғы жолдауында адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті, сыйлы болуы керек деп атап өтті. Бұл адал азамат, адал еңбек, адал табыс қағидатына толық сай келеді. Біздің қоғамда еңбекқорлық, кәсібилік сияқты қасиеттер өте жоғары бағалануы тиіс. Өз кәсібін жетік меңгерген мамандар ұлт сапасын арттырады. Жұмыстың жаманы жоқ, кез келген еңбек қадірлі. Ең бастысы әркім жауапкершілікті терең сезініп, өз міндетін сапалы атқару тиіс. Сонда ғана еліміз дамудың сара жолына түседі. Кәсібіне адал әрі жауапкершілікпен қараған адам қашанда лайықты бағасын алады. Бұл түсінікті қоғам санасына сіңіру қажет. Бәсекеге қабілетті экономикасы бар озық ел боламыз десек, ең алдымен адал еңбекті бағалаған абзал, дейді мемлекет басшысы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша барлық жұмыс істейтін қазақстандықтардың жартысынан астамының кәсіптік немесе техникалық білімі бар. 2,3 миллионға жуық адам 2,000-нан астам жұмысшы мамандығы бойынша жұмыс істейді. Сарапшылардың болжамына сәйкес, алдағы 6 жылда кәсіптік техникалық білімі бар қызметкерлерге сұраныс 900 мыңға жуық адам болса, жұмысшы мамандықтарға сұраныс 400 мың адамнан асады. Жұмысшы кадрлар құрылыс, ауыл шаруашылығы, өңдеу өнеркәсібі және денсаулық сақтау салаларында жоғары сұранысқа ие. Үкімет жұмысшы мамандықтары жылын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті. Құжатта жаңа мамандықтар атласын дайындау, кәсіптік бағдар беру тұжырымдамасын іске асыру, техникалық және кәсіптік білім беруді трансформациялау, кәсіби білікті кадрлар даярлау, сапалы жұмыс орындарын құру, жұмысшы кадрлардың құқықтарын қорғау, жұмысшы мамандықтардың имиджін ілгерілету бойынша шаралар қарастырылған. Жұмысшы мамандық иелерін қолдауға арналған Наурыз жұмыскер ипотекалық бағдарламасы іске қосылды. Жұмысшы мамандықтары жылындағы тағы бір жаңалық еңбек адамдары, еңбек сіңірген құрылысшы, еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері, еңбек сіңірген геолог, еңбек сіңірген кенші сияқты наградалармен марапатталады. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.